түрің болмағаннан кейін болмайды екен ғой бәрі. Адамдар ішіп бастаған кезде мені жіберіп жібереді. Есімде ең бірінші костюмда анашым барып ломбардқа сақинасын қойып, асаба болу негізі бәріне оңай көрінеді да. Біреу шапалақ ұрады, біреу бетіңнен ұрады. Бір сағат миыңды ашытпай ақ қояйын. Үйде еркек болғаннан кейін ондай нәрселерге басым айналмайды да. Қай еркек мысалы әйелін үйінде көтереді, көтермейді ғой. Маған десең ол жерге Астананың әкімі келсе де, Саят Абенов білесіңдер енді, қазіргі заманның Мұқағали Мақатаевы деп атаймыз оны біз. Мә, батялар көп қоятын болды ғой. Жарады айта берейін. Ұнамай тұрсың сен, мынау. Бір айда Сауыржан қанша ақша табатынын саған айтпайды. Ешкім ренжімесін, иә. Мықтымын дегендердің бәрі арқадан шығып жатыр. Еліктеңдер, базар жоқ. До конца еліктеңдер. Жақсы комментарий жазыңдар, ей. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алаш Лайф бағдарламасының бүгінгі қонағы асаба шоумен Сабыржан Түзелбаев. Сабыржан, қош келдің. Қош көрдік. Қалайсың? Жақсы, өздеріңіз. Аман есен. Рахмет. Сізге рахмет осылай шақырғаныңызға. Енді бірінші сұрақ, қай жақта туып өстің? Балалық шағына тоқталып кетсек. Мен туылып өскен жерім негізі Қызылқұм Тәуелбай деген жердеміз. Кезіндегі Шәмшінің тамды аруы деп айтқан әні бар ғой. Сол мекеннен келгенбіз. Бірақ балалық шағымыз сол жақта өтті, дегенмен оқуды сол жақта оқыдық. Кейін 2004-2005-те осы Теміртауға келдік, қоныс аударып. Осы Теміртаудан жайлап әрі қарай оқуымыз жалғастырамыз бек, онымен болмады. Сосын жайлап өнер жолында, енді бала кезімнен кішкене қызығып жүрген. Жайлап осылай. Бала кезінде өнерге қандай қатысың болды? Өлең айтады. Өлең? Беретін өлең. Домбырамен, гитарамен. 3-ші класс, 4-ші класс кезде домбыраны үйреніп олдым. Одан кейін жайлап өскеннен кейін енді аны қызық болады, ауылда отырыс болады, біреудің туған күні. Сонда ешкім гитара тартамайды, мен ғана тарталам. Өзім сабақты да дұрыс оқымағам, гитарамен. Сол кезде ана кішкене абырой жинағанбыз. Сол отырыстардың гүлі болдым де. Гүлі болдық. Қаладан қыздар келеді деген сияқты. Енді кішкене өскеннен кейін ғой, 8-ші класс, 9-ші класс. Сонда гитарамен өлең айтасың, бәрі қарамайды. Түрің болмағаннан кейін болмайды екен ғой бәрі. Сонда содан бастап өсіп жайлап өнерге қадам бастық қой. Жанұяларында неше бала? Жанұямызда әке шешем, одан кейін 5 бала. Үлкені ұл, одан кейін ұл, одан кейін қыз, одан кейін мен, одан кейін кішкентай қарындасым бар. Мектеп оқитын, 11-ші класс. Өнерге тағы кімнің қатысы бар жанұяларында? Біздің де бәрі өнер. Бірақ оқымағанбыз да бізде. Андай самоучка дейді алдым. Өзім табиғи талант бар. Таланты. Әкем тартады домбыра, гитара, баян. Ағам тартады. Жаңағы әпкелерім, полный барлығы. Енді кішкентай қарындасым, ол енді өнерге вообще қатысы жоқ, ешқандай. Бір ерекше әлем ол. Бізге ұқсамайды, ерекше әлем. Қалғанымыз бәріміз сол өнерде. Өлең айтып. Ағаларында демек тойда өнер көрсетеді ма? Жоқ, тойда сен жалғызсың. Тойда жалғыз мен. Ағаларым ол біреу үйге келсе сөйлемей қалады ол. Ұялшақ, бәрі ұялшақ үйде. Мен ғана жалғыз. Жаңағы бүйтіп шошаңдап, жан-жақтап, битик дейтін. Бірақ екі ағам көрсең вообще олар басқа әлем. Екеуі топ-толық семіз сондай. Бір-біріне ұқсайды, әңгімелер андай серьезный, бізге андай келмейді ғой. Мен сол тойда жалғыз өзім ғана. Басында әпкем шығам дегем, сосын мен қарсы болдым. Қыз баланың тойда жүрген дұрыс емес сияқты. Бір үйден бір адам жетеді деп. Сол. Асабалыққа қалай келдің? Асабалыққа Теміртауда басында келіп, кішкене былай жұмыс істеп жүрген кезде Нұрхан деген, Жандос деген асабалар бар бізде. Солардың енді мен кафеде музыкант болып, жаңағы живой музыка дейді ғой. Жанды дауыста өлең айтып, сондай сөйтіп тұрған кезде сол Нұрхандар келіп отыратын. Сон бір күн Нұрхан деген жаңағы ағамыз келіп отырып, бала шағасымен асабамын, өзің асабасың ба деген кезде мен байқамай өтіріктен асабамын деп айтып қойғам ғой. Ол кезде ойында жоқ асаба боламын. Жоқ, ойымда жоқ. Содан бір күн келеді да нөмір ауысып аламыз. Соны
бір күн той басқаруға келеді менің кафеме. Соны той бастап жатады да, Сабыржан ары қарай басқарасың ба дейді. Мен айтамын, аға мен басқармаймын, қалжыңдап айттым. Мен музыкада өмір той басқарып көрмегенмін. Содан онда мен қасымда еріп жүр деп, сол Нұрхан аға қасына ертіп бастады. Содан кеттім ғой. Музыкант болып жүрдім, выход жасатады жаңағы тойдың ортасында бір рет тілек бергізеді, иә, ойын. Бірақ енді ол кісі тілек бергізбейтін, таза ойын ойнатқызатын да. Ол кісі енді былай айтқанда андай тарихи, сондай қара сөзбен басқарады, қазақи, ал мен андай ортасына ішкен адамдар ішіп бастаған кезде мені жіберіп жібереді. Содан шығам. Ең басында есімде тамада болып шығасың, дайындал деп Нұрхан аға. Сонда анама барып, менде костюм шалбар жоқ, тойға кетін костюм шалбар алып беріңіз деп. Содан енді ақша жоқ. Мамам ең бірінші есімде, ең бірінші костюмда анашым барып ломбардқа сақинасын қойып, аян пассаж деген бізде. Содан ақ костюм шалбар, ерекше, ол кезде ешкім кимейді. Ақ костюм шалбар енді үлкен. Қай жыл ол? Осыдан 7 жыл бұрын ғой енді. Үлкен размер енді, ананы кидім, болды. Ол жаңағы тал қысқартып кию деген жоқ. Балақты ішінен қара жіппен тік қоясың, болды. Аппақ костюм шалбар. Сонымен шаш деген былай, солай жүріп, Аллаға шүкір. Ең бірінші тойым Нұрхан ағаның қасынан ерекше шығып кетіп, үлкен тойды басқарған тойым 300 адамдық той болған, ең бірінші той. Өмірімде той басқарып көрмегенмін. Ол кезде жаңағыдай аппаратура, әнші деген, қалай тосып бересің, ешқандай түсінбейсің. Бірақ ана кісі келіп, сен менің тойым басқарасың, балам деп, Көкшетауға алып кететін. Макинск деген қала бар, сонда алып барып 300 адамға мә басқар деген кезде ең бірінші шығып микрофонды алып ассалаумағалейкум деп нағашыларға тосып беріп жіберген ғой. Содан қырғын кетіп ана жерде. Сен басын жасайын ба, қайдағы нағашылар бірінші үлкендер бата береді. Түсінбейсің ғой. Сондай қызықтармен бастағанбыз басында. О да бір үлкен сабақ болды ғой енді басында. Иә. Жалпы өнерде асаба болу негізі бәріне оңай көрінеді да. Асаба болу оңай, бірақ төселу деген мақсат бар да, тойға төселу ол өте бөлек нәрсе. Оған уақыт керек. Мысалы, 10 өлең жаттап алып, микрофон алып барып, асаба болып кету оңай ғой. Бірақ енді халықпен жұмыс істеу керек, психологиялық тұрғыда адамдардың көзқарасы, сол жерге барған кезде біздер қазір енді Аллаға шүкір ассалаумағалейкум деп микрофонда амандасып, уже 300 адамның міненесін біліп отырамыз, кімге не жағады, не жақпайды. Көбісі ол нәрсені түсіне бермейді да, оған уақыт керек. Біреуден сөгіс естейсің, біреуден мақтау естейсің, біреу шапалақ ұрады, біреу бетіңнен ұрады деген сияқты сөйтіп, бүкіл нәрсені түзеп, әдем болып, осы 1-2 жылдықта ғой біздің енді тура өнер жолына енді нық қадам басып жатқанбыз. Әлі де білмейтініміз бар, әлі де көрмегеніміз бар. Бірақ енді Аллаға шүкір, халық нені қалайды, сол ыңғайына қарай жұмыс істеп жүрік. Әркімнің өзінің клиенттері бар, әркімнің өзінің стиль, бақыты бар той басқаруда. Біздердікі енді сол ерекше дүниемен таңғалдырамыз деп шыққанбыз басында. Сөйтіп, мен ерекшелік ештеңе көрген жоқпыз. Ерекше дүниеміз сол жаңа костюм ауыстыру, бір тойда 7 костюм, 8 костюм деген. Иә, соған тоқталып өтейік. Қалай сондай ой туындады костюм ауыстыру? Жалпы мен 2006-та келдім деп айттым ғой. 2007-де Астана қаласына ағаларыммен еріп келдім. Ағаларым жұмыс істеп, ол кезде жаңағы Астананың стройканың қызып атқан кезі ғой. Сол уақытта Аян деген бізді жаңағы неміз болатын көршіміз, Тамада, ол кісі осы Қорғалжын елінікі, әйел екеуі асаба. Соның қасына еріп барам, өгіз ешқандай өнерге қатысым жоқ. Еріп барам, қызық, ол аппарат көтеріп жіберші деп айтады, боссың ғой, жарайды. Барам, ана кісіге қарап отырам, 2007 жылы қарап отырам, той басқарып атады да, өлең айтатын кезде барады да, әдемі бір костюм шалбар, ерекше костюм шалбар киіп шығады да, өлең айтады, халық таң қалады. Біраздан кейін тілек береді да, тағы екінші өлең айтатын кезде тағы да бір костюм шалбар киіп шығады. Оған да таң қалады халық. Деп. Оны ұмытып кеттім мен. Өнер жолын бастап, енді асабалыққа келейік. Асабалықты бастап жүрген кезде баяғы есіме түседі ғой. Мен де көрейінші осылар, костюм ауыстырып қалай болады екен. Бір тойда басқарып атам да, жүгіріп барып басқа костюм киіп келем. Халық өзіне шапалақ соғады. Мәссаған. Өтті дейсің ғой. Бірінші мен өтеді. Сөйтем де үйге барып дайындалам.
бүкіл интернетті ашам, мен өзі әрбір асабаның біреуге қарап өсетін кумирі болады. Менің кумирім мысалы Джим Керри деген актер бар ғой. Соның қылықтарын жасаймын тойда мысалы. Соның киімдеріне қараймын да бірінші көргенім Маска деген киносында сары костюм бар ғой. Шляпасы. Сол көзіме түседі. Соны тіктіремін деп бір жыл ойланады. Тіксем қалай болады, кисем қалай болады, халық қалай қабылдайды, ұят бола ма деп. Содан жарайды деп тіктіремін да шляпасын іздеймін. Шляпасын таппаймын. Қарағандыдан Алматыға барам, тойға Алматыдан табам сары шляпа. Сол сары аяқ киім іздеймін, таппаймын. Сөйтіп жүріп бір күні ең бірінші Қарағандыда Сәт деген ресторанда сары костюм шалбарды киіп шығамын. Бірінші қара костюм шалбармен тұрамын да, ортасында сары костюммен шыққан кезде халық деген шапалақ соғып таң қалады деп. Содан кейін кетті ғой уже. Материалдар алып басқа бақытта бір жағы ақ, бір жағы қара костюм сондай. Ерекше. Кейін халық сонымен танып кетті. Сен сары костюм киетін тамада емессің бе? Сен сары костюм мысалы звондайды. Алло, Сабыржан ба, аха, сіз анау костюм ауыстыратын тамада емессіз, аха, көрдің ба? Сондай ерекшеліктер халық шақыра бастады. Сол Аллаға шүкір. Әр костюмды тіккізесің арнайы, иә? Арнайы тіккіземін. Бір адамға. Бір адамға тіккіземін. Сол Теміртауда ма? Теміртауда бізде өзімізде керемет тәте бар. Ол кісі енді ештеңе айтпайсың. Барасың, мынандай цвет болды. Өзі материалын алады, өзі жасайды. Андай өлшеп шақыруды болмайды. Бұржымадан звондайды, кел алып кетті. Барам алып кетемін, Аллаға шүкір. Қазір енді бір тойда шамамен қанша костюм ауыстырасың? Қазір енді күн суық. Қазір ауыстыра бермеймін. Үшеу, екеу, бірінші столда бір костюм, екінші столда екі. Енді халықтың сұрауына байланысты. Жазда ше? Жазда енді минут сайын ауыстыра беремін. Ең көп? Қанша костюм ауыстырдың? Ең көп дегені 11 костюм ауыстырған. 10 костюм ауыстырдым, 11-шінде кәдімгі көше киіммен шықтым да, ағайын костюм бітті, тойда бітті дедім. Соны халық шапалақ соқты. Бір ерекше дүние істейін дедім да, 10 костюм киіп бәрі шапалақ соғылды да, ең соңында ата-анасын тілекке шақыратын кезде шықтым да, жай киіммен шықтым да. Сен қазір енді тәжірибе жинап, бір костюмды бір 30 секундта ауыстыратын шығарсың. Қанша уақыт кетеді? Мысалы, тілекке шақырасың, иә? Тілек демек қойықшы. Биші. 3 минут, 3,5 минут. Биші билеп, бірінші минутта айналып, бүйтіп айналып, екінші движениесін бастап атқанда мен костюмді киіп шыққан. 1 минутқа жетпейді менікі негізі. Примерно 40, сонда 40 секунд, 35 секундта киіп ауыстырып тастаймын. Қандай түсте әлі костюм болған жоқ өзінде? Менде бүкіл түсте болды негізі. Мен енді андай бір ерекше түс деп жүрмін. Адам миына сыймайтын. Осы жазда қалай таңғалдырасың халықты? Осы жазда енді күшті таңғалдыратын дүниелер бар. Оны айтпай қойшы. Иә? Ол сол қызық болып қала берсін. Интрига болып тұра берсін. Өйткені қазір айтсаң қызық болмай қалады. Енді январь, февраль, Алла қаласа март айын өткізіп алсақ, одан кейін жазға 4 айға жақсы дүниелер дайындап қойдық. Жақсы. Енді киіммен, сценариймен өзгерту керек. Өзгертіп дайындық. Енді Құдай қаласа бастаймыз. Басқа бір ерекше бағыт керек. Біз енді бір қалада жұмыс істемейміз ғой. Жан-жақта жүргеннен кейін, мысалы, Алматыға барсаң, Алматы басқа дүние қалайды. Астана келсең, Астана, Көкшетау. Соларға қарап жасаймыз енді Құдай қаласа. Қазір тұрақты қай қалада тұрып жатсың? Тұрақты Қарағанды, Теміртауда тұрамын. Астанада көп жүресің? Бірақ Астанада көп жүремін. Көшетін ой болған жоқ па? Көшетін ой бар, бірақ енді оған қазір көшуге үй де бар, Астанада не де бар, бірақ енді әке-шешеміз Теміртауда болғаннан кейін ол кісілермен алып кете алмаймыз. Бала-шағамыз сонда. Ата-анамыз қарсы, жалпы Астанаға келуге қарсы. Өткен туысының бәрі, достарының бәрі Теміртауда болғаннан кейін Астанада 4 қабырғада деп. Бір ойымыз, Алла қаласа бір жер үй салып, сөйтіп барып шақырмасаң, әке-шешең былай кейде қиын. Әке-шешеңнен алыс кете алмайсың. Бірақ енді өзім айдың 30 күні болса, соның 20 күні Астанадамыз ғой. Өйткені араласатын достарым бәрі осында. Семейный достарым, былай өнердегі достарым барлығы осында. Сосын Астана көп келеді. Жақсы. Жанұяңа уақыт жеткілікті ме? Осы тоймен көп жүресің. Өзің қалай ойлайсың? Жазда уақыт жетпейді. Қазір енді қыс айында, енді Аллаға шүкір, аптасына 3-4 тойға барамыз ғой. Бірақ дегенмен де жанұяңа
отбасымызға кішкене көңіл бөлеміз. Енді күнде деп өтірік айтпай ақ қояйын. Бірақ жұмасына 2 рет 3 рет көңіл бөліп қыдыртып деген сияқты жаңағы қыздарымды андалып барып, әйелімді алып барып. Олар да үйреніп қалған енді. 2 қызым бар, иә? Үлкені нешеде? Үлкені 6-да. Бірінші класс нөлевой оқиды, екінші 4-те садикте. Үлкені Аиша, пайғамбарымыздың ең сүйікті әйелінің есімі Аиша радиаллаху анханың атына қойғанбыз. Екіншісі Кәусар. Кәусар деген жәннаттағы бұлақтың есімі. Пайғамбар салсам ең бірінші ішетін бұлақтың есімі сол Кәусар деп аталады. Сол Кәусар деп қойғанбыз. Кім қойды есімдерін? Екеуін де өзім қойғам. Әке-шешең қарсы болған жоқ? Әке-шешем қарсы болған Біз қоямыз деп. Жоқ, әке-шешеме андай таңдау қойдым да, мынандай есімдер бар, мысалы, осыдан біреуін таңдаңыз деп. Сонда әкем мен шешем Айшаны таңдады. Одан кейін Кәусар енді өзім қызым болған екен, өзім қойдым да. Шыны керек, үлкен атасы мен әжесінің қызы ғой. Мысалы. Дұрыс. Енді мен білуімше, сен өзің жұма намаздан қалмауға тырысасың, иә? Иә. Былай 5 уақыт намаз оқисың ба? 5 уақыт оқимын. Бірақ енді қазіргі моментте иман мәселесі біз мына өнер жолында жүргеннен кейін бірде түседі, бірде көтеріледі. Уақытымен 5 уақытты уақытымен оқыламай кететін кездер болады. Бірақ енді альхамдулилля осы иман болмаса, жүректе Аллаға деген сенім болмаса, өмірдің мәнісі болмайды. Мысалға тамақ ішіп жатқанда тамақтың тұзы болмаса, жүректе иманыңды сезіне алмасаң, ол өмірдің мәні болмайды. Бізді Алла жаратқан кезде сол ерекше қылып жаратқан ғой, ақылмен, сезіммен деген сияқты. Мысалы, кез келген адам өмірге не үшін келді, не үшін кетеміз, қайда барамыз, не үшін келдік деген өзіне сұрақ қойса, жауабын тауып алады. Мен қазір саған отырып, уағыз айтып 1 сағат миыңды ашытпай қойын, бірақ дегенмен де Алланы тану әрбір мұсылман енді. Кез келген қазақтан мұсылмансың ба десең, конечно дейді ғой мұсылман. Бірақ шын мәнісінде мұсылман деген, муслимун деген араб тілінен аударғанда Аллаға бойсынатын құл деген мағына. Құранда аят бар. Уама халақтул джинна вал инсаны илля яғбудун. Адамдар мен жындарды өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым, одан өзгеге жаратқан жоқпын дейді Алла Тағала. Құлшылық ол Алланың берген, бізге берген бір нығметі имам деген. Дүние, ешкім түбіне жете алмайды бұны. Қанша дүниеге жетіп, бір күн дүниеден өтіп кетсең, артта қалады болды. Иманың жолдасың болсын деп біздің аталарымыз айтады ғой, біреу дүниеден өтіп кетсе. Сол иманың жолдасы болып қалады. Басқа ештеңе. Жақсы, Сабыржан үшін ең маңызды не? Сабыржан үшін ең маңызды мен үшін отбасын, әке-шешем, бауырларым, семьям. Ең маңызды сол. Одан кейінгі маңызды нәрсе өнер. Осын жоғалтып болмасам екен. Енді халықтың атынан, халық қой бізді көтеріп, халық бізді бағып отыр, былай айтқанда, халық бізге беріп отыр. Халықтан асып кете алмаймыз. Осы өнерді әрі қарай дамытып, тойдан кейін бұл той дәстүрі дәуірі қалады ертең. Басқа да бағыттармен әрі қарай өсе бергім келеді. Неше жасқа дейін той басқарғың келеді? Енді Алла біледі оны, сен жын сұрақ қойды екенсің. Примерно өзім ойым, тағы осыдан кейін енді қазір 30-ға таяп қалдық қой. Тағы бір 4 жыл, 5 жыл ұрамыз Алла қаласа, 35-ке дейін. Өткені 1 жыл ұрам, одан кейін қоям деп өтірік айтпай қойын. 5 жыл асабалықты ұрамыз. Енді тілеген ағалар бізде әлі басқарып жүр ғой, мысалы. 20 жыл болды ма. Енді Алла біледі, өзім ойым 5 жылдан кейін басқа бизнеске өтіп, әрі қарай артта келе жатқан асабаларды. Қазір енді нақты бір мақсат жоқ, иә? Мынандай бизнеспен айналысам, мынандай емес. Жоқ, мақсат көп қой негізі. Алға қойған мақсаттар жетеді. Бірақ нақты мына нәрсемен айналысам деген Әзірше айта алмайсың. Айта алмаймын. Үйде ерке болғаннан кейін ондай нәрселерге басым айналмайды да. 2 ағам бар. Олар сол бизнес жағы, не жағы, сол документ жағы деген. Вообще түсінбеймін да мен өзім. Соларға тапсырамын, сол өзі реттестіреді, не істейді. Көреміз енді болашақ. Алла қаласа тағы да бір шақырасын, сол кезде айтарым. Жақсы. Енді тойда ең қатты жақсы көретін ойын өзін ойнататын? Менің ба? Ең жақсы көретін ойыным
қыз жібекпен төлеген деген ой. Соны жақсы көремін. Өйткені ол жерде Көрініс ешкімнің намысына тимейсің, үлкендерге жаңағы көрініс. Бұрынға қыз жібекпен төлеген, олар да қиялданып кетеді. О, баяғыда деген сияқты кітаптан оққан, телевизордан көрген, тарихтағы нәрсе ғой. Соны баяндап бересің той үстінде. Тойдың үстінде мысалы төлеген келеді. Мен бұрын біреудің әйелімен, біреудің еркегімен ойнататын. Оказывается, ол болмайды екен. Енді қазір мынанда шақырам да. 1 жыл ота құрған жастар бар ма ортада? 5 жыл ота құрған, 15 жыл ота құрған, 20 жыл, 30 жыл мысалы ота құрған. Шақырып алып әйелдермен. Солай тұрғызып, әйелдерін қыз жібек, өздерін төлеген қылып, әдемі да, мысалы өзінің семьясымен, өзінің әйелімен жаңағыдай ойын ойнап тойда. Күшті ғой, күлкілі нәрселер болады ішінде. Әйелін көтереді мысалы, өзінің әйелі ғой көтерсе, не істесе де. Соған қалып күледі, шапалақ соғады. Қай еркек мысалы әйелін үйінде көтереді, көтермейді ғой. Әйелдер де мәз болып қалады деген сияқты. Индия ойыны ше, Индия биімен. Енді Индия ойыны Ол да бір сенің караокең ғой? Иә, ол ерекше образ. Индия деген енді көбінесе мен өзі сары костюм киіп, мынандай орамал тағып, астынан мынандай қызылды жағып алып шыққан кезде өзі индист. Қырынан қарасаң үндің балдары деп айтады мен. Сол Индия ойыны кез келген тойда ойнатамын. Өйткені халық соны қалайды. Мысалы тойға барған кезде спискіні беріп жатқан кезде айтады, мына тосттар осылай, тілекті осылай береміз. Балам Индия ойыны ойнатшы дейді. Жарайды, ойнатсын. Сол. Ол Индия ойыны қалай шықты деп айтайын ба? Индия ойыны бүкіл ойнатады ғой асабалар. Менікі постановка, жанымда Бердақ деген өзім музыкантым бар, жеке. Сол шығарып берген негізі ойынды. Сол Индия ойынын сол шығарып берген музыкаларымен, ол жерде жаңағы еркектің айқайлауы, қыздың өлең айтып билеуі, менің шығып жаңағы ерекшелігі сол, иә? Ерекшелігі сол музыкамен ғана. Сол Бердақ жасап берген, кейін ары қарай дамыттық қой. Енді осы жақын арада желіні шулатқан той өзін басқарған Дәке Хадж Асабаның тойы. Қалай болды сол? Шляпы киіп отыр. Отыр ше. Отыр. Шашың, шеш шашың көрсеші қаларда. Шеш шашыңды. Менің әйелімнен үлкен шашым бар ғой. Рұқсат болса сіздердің шапалақтарыңызбен мына ақшаны менің досыма, менің келініме берейін. Алмайтын шығарсың жында. Ешак, алып атыр ғой, орнынан тұрып бар ғой. Сен басын жасай ма? Расымен де ешкім басқарғысы келмей, бір күн қалғанда саған жалынып сұраған рас болып шықты ма? Рас болғанда мен саған шындықты айтайын. Иә, әрине. Мына жерде енді барлық көрермендерге қызықты болып тығылып бүйтіп өтірік айтатын жеріміз. Сабыржан турасын айтады қазір. Шындығын айтайын. Қалай болды? Дәке Хадж деген ол асаба менің бауырым өнерде. Ол Қазақстандағы бір ерекше Никулин Айбаттан кейінгі ерекше музыкамен жаңағы жұмыс істейтін асабалар өзінің орны бар. Бөлек асаба, ерекше әлем бөлек. Сол үйленетін кезде Мейірбекке айтқан, Никулинге айтқан, Жаханға, Әлібекке, Астанада қаншама шоумендерге айтқан. Неше ай бұрын айтты? 2 ай, 1 ай бұрын айтқан ғой енді. Олар бос болмаған ба әлде қалай? Жоқ, олар бос болған, олар қонақта ғой бәрі. Сонда бәрі ойланамыз, жарайды деп келген кезде, жеме-жемге келген кезде бәрі. Неше күн қалғанда олар айтқан, басқармай? 1 күн қалған кезде айтқан ғой. Сені шақырып қойған қонаққа? Мен қонақтамын. Қонаққа келетін кезде, қара, түнгілік маған звондайды. Сәке, ертең тойға келесің ғой, мен как положено, әйеліммен барам деп. Сонда айтады. Ағатай, братан деген сөз ғой, братан мені құтқарды дейді. Не ол? Тамада жоқ, ешкім басқарғысы келмей жатыр. Сосын мен айттым, мен қонақ болып бармайын ба? Анау деп жатыр, мынау деп жатыр. Бүкіл звездалар келеді, шоумендер келеді, Қазақстан бүкіл мықты асабалар келеді. Қалай болады деп. Сонда мен тұрып, бауырым, уайымдама. Маған десең, ол жерге Астананың әкімі келсе де бәрібір қызықтырмайды. Мен асабамын. Мен ерекше дүнием бар, өзіме жарасады. Сен қорықпа, мен сені алып шығам тойыма. Солай айттым, Дәке айтшы, Дәке солай айттым ғой. Дәке мәз. Содан оны мен енді музыкантыма айтуға оңды кеткен қызыға. Сол.
Содан ертеңіне тойға барамыз, кім басқарады болып жатқан кезде бәріне айтқан Сауыр басқарады деп. Бәрі ерекше өздерінше болып жүреді. Содан бір күні, сол күні 5-те, сағат 5-ке шақырған. 5-те есіме түседі. Жұмыс күні болды ғой ол, иә? Иә, 5-те, сағат 5-те есіме түседі. Мен той басқаратын Тәке Қасым. Сөйтем да музыкантыма звондайды. Қайдасың деп. Үйдемін дейді. Футболға шығайын дейді. Теміртауда. Теміртауда. Таста, такси ұста деймін да. Ол шығады, жаңа компьютерін алады, ол бүгін алады да. Неге шығады? Таксимен. Соны күтеміз. Сағат 7-ге дейін. Ол келеді, ол келгеннен кейін бүкіл ресторанға кіріп барған кезде енді өмірінде ең бірінші қобалжыған той сол болған шығар енді. Қатты қобалжыған жоқ, мен кішкене қобалжу болды. Кірген кезде енді бүкіл енді асабалар елге танымал. Иә, бәрі елге танымал. Қарап тұрдым да. Бұлар кім мен үшін дедім. Бәрі менің достарым емес пе? Бәрі менің өнердегі бауырларым ғой. Бәрін танисың өзің бәрін жеке. танисың, несін қорқақ. Сосын сонда да кішкене бүйтіп тұрдым да, жарайды. Құдай Алла өзі жар болсын деп дұғамды жасап алдым да. Ассалаумағалейкум деп амандастым. Сол амандасқаннан кейін болды, әрі қарай білмеймін. Адам арақ ішкен кезде мас болып қалады, әрі қарай білмейді ғой. Сол сияқты образға кіріп алдым да, бір қарасам уже Шулатып жатыр екенбіз ғой. Тәубә, әдемі абыроймен күшті болды. Жан-жақтан келген асабалар, батыс, шығыс, Қырғызстаннан келген асабалар, барлық таңғалып ерекше. Супер тамада десе супер екесін деп, қолымнан алып өтіріктен болса да арқамнан қақып кетті. Содан кейін риза болды, оны алып ютубқа салып жіберді. Кеше қарадық 500 мың просмотр 2 айдың ішінде, иә. Енді көрерменді мазалап жүрген сұрақ, көкейлерінде жүрген. Сол тойда жинаған ақшаны Сабыржан не істеді? Асабалардың берген ақшасы ма? 80 мың теңге ақша жинадым. Оны Дәке Қажының өзіне бердім. Тойдан кейін? Тойдан кейін. Дәке Қажының өзіне бердім. Дәке Қажыдан ақша алған жоқпын. Ол маған айтты, $1000, $2000 берейін деп айтты негізі. Осы ақыңа той басқарған ақыңа. Мен одан ала алмадым. Хотя мына жинаған ақшаңды ал деді, оны да ала алмадым. Өйткені намысым жіберген жоқ. Өнерімді сатқандай болмайын дедім да. Бауырым ғой. Бір күні мен де оған ісім түседі. Бір кемедегі жатқаннан кейін бір-бірімді сатпайық. Әр қарай жақын бауыр болып кеттік. Енді Аллаға шүкір достығымыз арта түсті. Және де басқа тамадалардың алдында одан аса абыройын өсіп, батасын алдым. Басқа тамадалар енді бәрі ютубтан көріп, инстаграмнан көріп, сырттай жаңағы лайк басып, SMS-пен сөйлесіп жүрген асабалар сол тойда отырып, былай айтқанда тірідей көрді да. Қалай болған? Бәрі жақсы. Және келесі видео көп просмотр жинаған Саят Абенов ақынмен болған айтыс. Айтыс па? Ол қалай болды? Асабаға өткізетін билік жоқ. Бұл досыма бұйыратын бұйрық жоқ. Бір пакетті айтып кеттің бауырым. Ең бастысы елдің шапалағынан артық сыйлық жоқ саған. Мен саған жаман сыйлық бердің деп айтпаймын. Сен мені шақырғанда үйде жатпаймын. Елдің шапалағымен мен қатын балашан бақпаймын. Расымен де аяқ астынан болған дүние ғой. Ол тойда солай. Саят Әбеновтің тойы, Саят Әбенов білесіңдер, енді қазіргі заманның Мұқағали Мақатаевы деп атаймыз оны біз. Қандай той болды ол? Інісінің үйлену тойы болды. Туған інісінің. Туған інісінің. Қаншама асабалы Тұрсынбектің өзі басқарып берем деген мысалы. Тұрсынбек қаласы. Осы Астанада болды ғой? Иә, Астанада Гаухартас деген мейрамхана. Бүкіл асабаларға сөз өтеді, әншілерге сөз өтеді. Бәрі келісім берген, ауызша. Бірақ той күні келмей қалған. Жоқ, той күні келді, бәрі келді. Сонда Саят Әбеновтің өзі ойланып, кімге басқартамыз деп жүрген кезде маған келіп айтты. Сәке, саған тапсырдым осы тойды. Білмеймін, қалай басқарасың, не істейсің, өзің білесің, саған беремін. Болды, жарайды. Сол басталды. Қайрат Нұртастың папасы мен мамасы, жаңағы Заттыбек, Сергей Ибрагимович, тағы жаңағы Лұқпан Жолдасов өз командасымен, тағы да қаншама Қанат, біраз әншілер болды тойында, концерт болды. Бірінші стол концерт болды да, екінші стол Сабыр құрды концерт. Бірінші столда жаңағыдай әдемі бастап, аккуратно сөйтіп
халықты ұстап алдық та, одан кейін жаңағы әншілер келді, оларды ұстамайық деп уақытында жіберіп отырдық та. Одан кейін екінші дастархан басталған кезде мен өзім шықтым. Жаңағы короны, сары костюмді киіп алып, содан кейін соңына дейін күшті болды да, соңында Саят әбенов рахмет айтып жатты ғой енді. Иә. Сол моментте мысалы ақынға шабыт керек, ақынды сөйлету керек. Оны сөйлететін ешқандай не болмады да, сол мен бастап көрейін дедім да. Ол тұрды да маған өзі бастады ғой. Бірдеңе, бір қол соғайық, Сабыржандай бауырыма деді да. Сосын тұрдым да, бірдеңе, мен енді ақын емеспін ғой, сол жерде қодырттым да енді мен оны. Бауырыма, бірдеңе тауырыма, сендер де қол соғыңдар, Саят деген бауырыма дедім да. Деп шапалақ соғып кетіп бара жатыр, тоқта дедім Саят. Екеуміз айтысамыз дедім. Содан тұрғызып қойдық да, тұрғызып да екеуміз айтыстық қой. Ана жерде қысқартып тастаған, ол қайта соңына дейін біраз. Қанша минутқа созылды шамамен? 10-15 минутқа созылды негізі біраз дүниелер айтылды осы жерде. Мен енді жаңағыдай қысқа. Оның алдында айтысып көрген жоқсың ешқашан, мүлдем? Мүлдем айтысып көрмегенмін. Ондай қасиет бар екен сол тойда? Сол тойда ғана жаңағы достарым өзіміздің, Сайлаубек деген, Саука деген достарым. Сол жерде тағы бір қырынан танып, мә сенің ерекше тағы бір қырың бар екен ғой. Шоу айтысқа қатысуға болады дейсің ғой енді? Шоу айтысқа қатысуға болады. Ал былай айтысқа бара алмаймын, өйткені оған үлкен білім керек, дайындық керек деген сияқты. Домбыра өзін тартасың, бетті өзін ашасың. Өзім ашамын. Гитара тартамын, темекі тартамын. Футрет қойын енді. Біраз нәрсе тартамын. Күніне қанша, бір пачка тартасың ба? Темекі ма? Жоқ, бір пачка тартаймын күніне. Аз. Өз бойында өзіне ұнамайтын қандай қылықтарың бар, әдеттерің бар? Өз бойыма ма? Осыны жою керек, түзеу керек деген сияқты. Темекі бірінші. Жоя алмай келе жатырмын. Нәпсім жібермей жатыр осы. Бірінші жаман. Неше жасынан тартасың? Батялар көп қоятын болды ғой. Жарады айта берейін. 9 классынан бастап тартам. Не болса болсын. 9 классынан бастап темекі тартам. Бірақ тырысып көрдің, иә? Тырысып көрдім, иә, тастап та көрдім. 2 жылдай шекпей кеттім бірақ. Бәрібір нәпсі тартып тұрады. Жарайды, біріншісі темекі, одан кейін? Тез ашуланам. Тез ашуланып кетемін, жаман қасиетім сол. Жаңағыдай сөз көтере алмай қалғанда бірден жынданып кетемін да, бірақ сразу басыламын. Тез қайтасың. Андай ішке жинап бар. Сразу айта саламын. Ұнамайсың ба сен? Ұнамай тұрсың сен, болмайды мынауың, сен дұрыс емес деп айта саламын да. Кейін өзім жүрегім бір түрлі болып қалды, ренжітіп алдым ба. Жақындарын үйреніп алған шығар ондай? Иә, ондай үйреніп алған, иә. Әйелім мысалы. Сразу ашуланып кетемін да өзі. Сосын? Сразу басыламын. Одан кейінгі жаман қасиетім, любой адам, кез келген адамда болады ғой қасиет. Әрине, иә. Жаңағы мысалға қасиетім, тез ашуланамын, темекі тартамын, жаман қасиеттерім. Сосын көп жүремін, бос уақытым көп болып, мысалы тойдан кейін көп жүріп қалдым. Жаңағы PlayStation ойнаймыз деген сияқты, үйге қайтпаймыз да. Сол қасиеттер, жаман қасиеттер түнгі ұйқымыз жоқ біздің. Түнмен күніміз ауысып кеткен да. Түнде ұйықтамаймыз, 6-7-де ұйықтайсың. Жаңағы сіздің бағдарламаңызға да кешікпей отқанымыз сол ғой. Жақсы, өзің енді мектептен кейін қандай мамандыққа оқыдың? FM операторы деген. Бұл компьютер жобасын жөндеу, программа деген. Программист? Түк түсінбеймін, бірақ шыны керек. Мамандық бойынша жұмыс істеп көрген жоқсың? Жоқ, Құдай сақтасын, істемеймін ол жұмысты. Жоспарда ондай мақсат жоқ қой? Мүлдем. Түсінбеймін мен өткені. Ноутбукты бүйтіп шнурын аламын. Сол Теміртауда оқыдың ба? Теміртауда оқыған жоқпын. Сол өзімнің жерімде оқыдым. Тамда. Бірақ ол нәрсеге миым жетпейді менің. Мен өзімді ол образда көре алмаймын мысалы. Одан бар ғой, источник болып кеткенім ба, сондай дұрыс сияқты. Мойкада істегенім ба дұрыс сияқты. Ол жұмыс қиын сияқты. Бос уақытта немен айналысасың? Хобби дейміз ғой, хоббиің қандай? Хоббиім ба? Тойдан бөлек хоббиім негізі бұрын бильярд болатын. Бильярд ойнайтын. Бос уақытым болса бильярд ойнайтын, хоббиім сол болатын. Бірақ енді қазір хоббиім ауысып кетті. Қазір PlayStation дейсің? PlayStation'ға өтіп кетті, иә. Бос уақытым бәрі PlayStation. Сол достарыммен отырып, таң атқанша ойнап, ұтылу деген сияқты.
Футбол ма, UFC ма? Футбол, UFC ойнап білмеймін. Футболды ойнаймын, бір командамен ғана. Сол мен ұтылсам до конца отырам, ұтсам тез қайтам қойшы. Значит, көп ұтылатын болып тұрмын ғой, таңғы 6-ға шейін отырсам, Иә, солай отыр. Енді бізге әрбір қонағымызға қоятын дәстүрлі сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарды қояйын. Ең бірінші сұрақ, 10 жылдан кейін Сабыржан қандай? 10 жылдан кейін Сабыржан, Алла қаласа. 10 жылдан кейін Сабыржан, Алла қаласа, мешітте отыратын сияқты. Найып имам болып болсын, мешіт қызметкері болатын сияқты. Өйткені әкем мешітте жұмыс жасайды қазір Теміртауда. Кім болып? Енді имам көмекшісі болып жұмыс жасайды. Мен исламнан, альхамдулилля деп айтайын, біраз әкемізден алған, ұстаздардан алған білімдер бар. Сол білімді дамытып, осы 35 жаңа айттым ғой, 5 жылдан кейін асабалықты доғарып, басқа таза жолмен бизнесімізді ашып, Алла қаласа 2 жылға Мысырға барып оқып келсем, жаңағы араб тілін тағы да дамытып, грамматикасын білім алып, сол Қазақстанда халыққа дұрыс жағынан енді қызмет еткім келеді. Арман да сол болып тұр ғой, иә? Сол болып тұр. Келешекте. Дұрыс бақытты станып, отбасыма, әке-шешеме, бауырларыма таза жолды көрсеткім келеді. Тамаша. Келесі сұрақ, бір айда Сабыржан шамамен қанша ақша табады? Бір айда Сабыржан қанша ақша табатын саған айтпайды. Жақсы. Инстаграмға қанша уақыт бөлесің күніне? Инстаграмға бос уақыттың бәрі Инстаграм. Қазір шығам, телефон салсам Инстаграм. Қарап отырам, бірақ ештеңе салмай, анда-санда күніне бір күнде солай салып отырам. Үйде де сол, иә? Үйде де сол Инстаграм қарап жатырмын. Білмеймін сол бұра. Кішкентайларын ренжімейді ма? Жоқ, енді кішкентайлар ұйықтағаннан кейін ғой бәрі. Мен барам дегенше олар ұйықтап қалады. Солай. Бірақ енді көп байланып қалғанбыз ғой қазір. Инстаграм. Жалпы телефон деген нәрсеге көп байланып қалғанбыз. Біреу жүрегін жылып алып кетсе, алып кетсін, телефоныма тиіспе деп отыратын заман ғой қазір. Рас, иә. Енді бізде мынандай бір айдар бар. Көрермендерден сұрақ деген. Сол сұрақтарды қойып өтейін. Көрейік. Нұрбол видео аккаунт иесі мынандай бір сұрақ қойыпты. Асаба кәсібін бітірген соң қандай жоспарлар бар? Ол сұраққа жауап берді жаңа. Айтып қойдық жаңа. Алла қаласа имам болғысы келеді. Видео KZ тойға киетін костюмдерді қай қаладан аласың? Оған да жауап берді. Және видео KZ мынандай бір сұрақ қойыпты. Кімге еліктейсің? Джим Керриден басқа. Джим Керриге еліктеймін. Асаба. Асабалардан ешкімге еліктемеймін. Керісінше бізге еліктейтін асабалар баршылық. Бірақ ең басында өтірік айтпайын, тамада болып осы асаба болып жүрген кезде көкшетаулық досым Әлібек Серғалиевтей болам деп армандағым. Әлібек Серғалиевтей асаба 100 жылда бір рет келетін асаба. Менің мойындайтын, мен көріп жүрген өнердегі асаба. Тура сол асаба тойдың 100% бақытын өзгертті, программасын өзгертті. 100% сол Әлібек Серғалиев. Сол сияқты асаба болам деп армандайтын. Соған еліктеген басында. Кейін екеуміз дос болдық, бауыр болдық. Жақын бір-бірімізді тұра алмайтын дос болып қалдық. Алхамдулилля. Енді өзіміздің бақытымыз. Біреуге еліктемей, ешкім өнер жолын таба алмайды. Өнердегі жолын таба алмайды. Біреуге еліктеу керек адам. Еліктемесе болмайды. Біреулер Николинге, біздегі Айбатқа, біреулер Мейірбекке. Өйткені болмайды онсыз. Біреу маған, біреу Айтуғанға, Тілеген ағаға. Өсу үшін керек ол, иә? Өсу үшін біреуді мақсат қою керек алға. Жас асабаларға беретін кеңесін? Жас асабаларға беретін кеңесім оқыңдар деп айтпаймын. Көріңдер деп айтамын десейші? Көріңдер деп айтпаймын, бірақ тәжірибе керек. Тәжірибе керек көп. Ютубқа тоймаңдашы, пожалуйста. Ютуб аңдымаңдашы. Мейірбек қашан ролик салады деп, Сабыржан қашан ролик салады, Дәкеғаж, Никулин, Әлібек қашан ролик салады деп, солардан ал керек емес. Өздерің дайындалыңдаршы, дүние іштен шықсыншы.
іштен шығып мықтылығыңды көрсетіңдер болды. Жас асабалар айтарым сол, еліктеңдер, базар жоқ, до конца еліктеңдер, бірақ мақсат қойыңдар алдыға. Көп алмаңдар өздеріңе. Сол жұлдыз ғой, звездовать етпеңдер, болды басқа. Қарапайым болсаңдар, сол кезде өсесің. Жұлдыз болсаң өшесің. Қарапайым болсаң ғана өсесің. Сол, бірақ бәріңе сәттілік, бәрің мықты асаба болуларыңа тілектеспін. Аман болады. Жақсы Сабыржан, көп рахмет. Алтын уақыт тауып, осы бізге келісім беріп, шынайы сұхбат үшін мың алғыс. Амин. Армандарын орындалсын. Алла қаласа келешекте мешітке жұма намазға барған кезде бас имам ретінде сені көрейік. Иншалла. Сол тойың көп болсын, елдің батасын алып жүре бер. Амин. Біз мақтанамыз осы арқа өнерінен осындай тұлғалар шығып, осы арқаның абыройын. Негізі мықтылардың бәрі арқада ғой, айтып қояйық. Оны мойындау керек. Мықтылардың бәрі арқада. Енді ешкім ренжімесін, мықтымын дегендердің бәрі арқадан шығып жатыр. Кез келген мықты асабаларың арқадан шығып жатыр. Ренжімеңіздер. Енді мен тек асабаларға ғана жауап берейін. Әр қаланың өзінің мықтылары бар. Батыстың мықтылары бар. Нұртілек, Бағдат. Солтүстіктікі бар. Әлібек, Әзімбек. Енді арқада жетеді. Ол жақта біреу екеу болса бізде жетеді. Баршаларыңызға сәттілік деймін. Осы бағдарламаға көп рахмет, шақырғандарыңа. Өсейік, әрі қарай өсейік, бір-бірімізді қолдайық. Қазіргі заманда көремаушылық деген заман, бетіңе күліп отырып, артыңнан сызық кететін заман. Шынайы дос болайық, шынайы араласайық, тек қана осындай камераның алдында сызылып, әдемі болмай, өмірде де шынайы болып өмір сүрейік. Бір-ақ рет өмір сүреміз, жақсы, достойны өмір сүрейік. Рахмет шақырғандарыңа. Тағы да ертең мықты бүйтіп өскен кезде тағы да бір келерміз. Сол кезде Алла қаласа тағы. Бағдарламамызда мақсаты да сол. Осы тұлғаларды арқа өнерінен шыққан халықпен жақынырақ таныстыру. Мысалы, сізді тамада ретінде таниды, адам ретінде көп адамдар танымайды. Көп қырымызды білмейді. Бізді сырттан көреді де, жында сонда өмірде де сондай деп ойлайды. Өмірде де сондаймын. Бірақ намаз оқимын жүр. Тәубә, әлхамдулилля. Иман жағына, имандасам дейтін кісілер болса келіңіздер. Ол жағынан да танытам. Ән, өлең жағынан келсеңіздер, ол жағынан да танытам. Тағы, жігітке жеті өнерді аз дейді ғой. Бүкіл өнерді мойнынан тапқым келеді. Сондай, ертең өнерді біткеннен кейін біреулер сияқты мен бұрын асаба болғам деп айтқым келмейді. Наоборот, халық айтсын деймін да, бұрын мықты асаба болған, шіркін деп айтсын деймін. Сондай ниет қалсын деймін. Аман болыңыздар. Ертең мынау ютубтан көріп, астына комментарий жазасыздар ғой. Жақсы комментарий жазыңдар, Тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелеміз. Андай негативті өтірік комментарий жазып алып, өтірік фейк ашып алып, ой, мынандай андай деген керек емес. Дұрыс болайық. Әр адам өз сөзінің авторы. Біз айтқан сөзіміз үшін жауап береміз. Сендер жақсы сөз айтсаңдар, біз өсеміз. Жаман сөз айтсаңдар, біз өшеміз деп айтпаймыз. Наоборот, одан бетер өсеміз. Бір-бірімізге қолдау болайық. Қазақ деген еліміз. Бір істі бұйырсаң, тындыратын қазағым, ұнамаған адамды сындыратын қазағым дейді. Біз қазақ жанкешті өлмейтұғын, жатсақтағы қабірде бермейтінім, сұрасаң атым қазақ, затым қазақ, тілімді, дінімді, дәстүрімді ешқандай ұлтқа бермейтұғын. Біз сондай еліміз, қазақ, қазақты көтеретін қазақ қана, қазақты жамандама, қазақ бала деген бар. Аман болайық, рахмет шақырғандарыңа. Айнытат айтпайын ба десең? Жақсы, көп рахмет Сабыржан. Аман болайық. Құрметті көрермендер, каналымызға тіркеліңіздер. Алла қаласа Сабыржанмен болған сұхбатты Алаш Лайф арнасынан тамашалайсыздар. Сабыржан супер тамада. Сіздердің тойларыңызда кездескенше. Рахмет.